Кока-кола әлемдегі ең танымал және ең көп тұтынылатын сусындардың бірі. 1886 жылы американдық фармацевт коланы бастапқыда бас ауруы мен шаршауды емдеу үшін ойлап тапқан. Ал уақыт өте келе, кола адамдар ең жиі ішетін танымал сусынға айналды. Күн сайын шамамен 2 миллиардқа жуық Кока-кола бөтелкелерінің сатылуы оған дәлел. Әлемді жаулаған коланың бір бөтелкесін ішкеннен ағзада қандай өзгерістер болатынын білдіңіз бе? Ендеше бірге қарастырып көрейік. Коланы ішкен соң 10 минуттан кейін қанда қанттың мөлшері бірден артып кетеді. Өйткені небәрі 330 мл кола 35 грамм қанттан тұрады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша, адам бір күнде тұтыну керек қант мөлшері 25 граммнан аспау қажет. Сонда коланың бір ғана бөлкесін ішу қанттың күнделікті нормасынан асуды білдіреді. Ал көпшілік адамдар коламен шектеліп қоймай, сол күні басқа да қант құрамына кіретін өнімдерді тұтынып, қанттың нормасынан бірнеше есе көп пайдаланады. Басқа да зиянды өнімдер көп болғанымен, қант құрамына кіретін заттарды жегенде мөлшеріне назар аударғаныңыз жөн. Себебі шектен тыс қантты пайдалану семіздік, диабет және жүрек қан тамырлары ауруларына алып кеп соғады. Ал 20 минуттан кейін коланың құрамындағы қант глюкозаға айналып, қандағы қант деңгейі қалыпты жағдайдан жоғарғы деңгейге көтеріледі. Глюкозаның жоғары болуы денсаулыққа зиян болғандықтан, адам ағзасы автоматты түрде қантты тұрақты ұстап тұруға мүмкіндік беретін ішкі реттеу жүйесін қосады. Яғни, көмекке ұйқы бесі шығаратын гормон инсулин келеді. Ол глюкозаны қаннан шығып, жасушаларға енуіне ықпал жасайды. Тәтті немесе көмірсу құрамына кіретін тағамдарды жеген соң, ұйқының келуі осы себептен болады. Инсулиннен бөлек, қантты, майлы және жоғары калориялары тағамдарды аз тұтынып, олардың орнына мәзірге көкөністерді, пайдалы дәнді дақылдарды қосу, сондай-ақ физикалық белсенділікті арттыру қандағы қант деңгейін реттеуге көмектеседі. Егер қант пен көмірсулардың негізгі энергетикалық қоры ағзада жеткілікті болса, артық глюкоза липидтерге, яғни майларға айналады, ал бұл салмақ қосуға алып келеді. Коланы ішкеннен соң 40 минуттан кейін дене коланың құрамында болған барлық кофеинді бойына сіңіреді. 330 мл кола банкасында 40 мг кофеин бар. Кофеин қарашық рефлексіне әсер еткендіктен көз жанарын кеңейтіп, қан қысымын жоғарылатады. Екінші жағынан, кофеин біздің миымызда ұйқыны тудыратын аденозинді реттеп, сергітіп, ұйқыны ашады. Құрамында кофеин бар кола немесе кофені түнде ішкенде ұзақ уақытқа ұйқы келмейтіні осы себептен. Коланы ішкеннен соң әдетте ағзамызда дофамин деп аталатын рахат алу гормоны артады. Дофамин қозғалысты, көңіл күйді, ұйқыны, зейінді, мотивацияны және есте сақтауды басқаруда маңызды рөл атқаратын гормон. Кола дофаминді қарқынды түрде ынталандырғандықтан, ми оны пайдалы нәрсе ретінде қабылдап, коланы күн сайын көбірек тұтынуға итермелейді. Есірткіге тәуелділік те дәл осы дофаминнің қарқынды түрде артуынан пайда болады. Ал коланы ішкеннен кейін шамамен 1,5-2 сағаттан соң қандағы қант деңгейі, яғни глюкоза күрт төмендейді. Глюкозаның айтарлықтай тез төмендеуіне энергия кетіп, ағзада әлсіздік пайда болады. Адам өте тез шаршап, ұйқы сұрайды. Міне, бұл бейнеде біз коланы ішкеннен кейін ағзада қандай өзгерістер болатынымен таныстық. Әрине, бұл өзгерістер бір күнде кола ішкеннен пайда бола қоймайды. Бірақ жиі тұтынғаннан осы өзгерістер жиналып, соңында мәселеге алып кеп соғады. Ақпарат пайдалы болса, арнамызға тіркеліп қойыңыздар.